қуатты, мықты мұсылман әлсіз бейшара мұсылманнан көрі Аллаға сүйіктірақ дейді. Ешқашан әлжуаз болма, бойыңды тік көтеріп жүр деген пайғамбардың сөзін ұмытпаңыз. Әлжуаздық жасамаңыз, босамаңыз, басыңызды салбыратпаңыз. Мұсылмансыз ба? Тік көтеріңіз басыңызды. Иығыңызға салған қайғы қасірет, ауыртпашылық, қиыншылық, бұның бәрі қалай келеді, солай кететін нәрсе. Кедейлік, басқа нәрсенің барлығы ер жігітке жабысып қалған бір таңба емес. Бәлки сіздің бағыңыз бұл иман болса, сол иман бағын көтеріңіз да, қалған қиыншылықтың бәрін, қайғы қасіреттің бәрін, басыңызға түскен ауыртпашылықтың бәрін, кедейшіліктің бәрін екі иығыңызбен тіке көтеріңіз. Алла тағала сондай тік тұрған адамды жақсы көреді. Басында қиыншылық тұрса да, Аллахым, сен бердің, өзің жеңілдігін бер деп, сенен басқаға қолымды созбаймын деп, екі аяғында тік тұрып, Раббым Алла, иманымды алмасаң, басқаның бәріне мойымаймын деген жігіттерді жақсы көреді. Сол үшін бауырлар, екі иықта тік тұра біле, мына өмірдің күйбелеңіне күймей, мына өмірдің қысылған нәрселеріне қысылмай, Аллам жанымда бар ғой деп, Құдайыңызды ұмытпай, екі аяқта тік тұрып басыңызды сәжде қоюдан Алла тағала босатпауын сұраңыз.